Қазір мына экранымда көрсетіп тұрған затты бір түсіндіріп кетейін. Бірінші мына жерде жаңа NASDAQ дейміз. NASDAQ, сосын барып жаңағы Европаның жаңа индексі бар. Одан кейін алтын, сосын барып мынау S&P 500-дің жаңа фьючерс. Яғни осы үш маркетті мен 3-4 маркетті жасаймын, және де осы маркеттердің жаңағы қозғалыстары бірі-бірімен негізінен байланысты болады. Яғни даже криптовалюта болсын, басқа бір жаңа валютаға байланысты, немесе мұнай газ болсын, бәрі осы жаңағы маркеттердің қозғалыстарына бір-біріне байланысты. Ал мынау болатын болса, біз білеміз, трейдингде сіз алғашқы жылдары жалпы осындай графиктерді оқып үйренесіз. Осындай графиктерді оқып үйренесіз. Қызыл, жасыл, қызыл сату, жасыл сатып алу деп. Ал кейіннен сіз уже тәжірибелі трейдер ретінде қалыптасқаннан кейін, яғни профессионалды трейдер, немесе ағылшын тілінде institutional трейдер дейміз, яғни институциональный трейдерлер, олар жалпы осындай заказға қарайды. Осы заказ арқылы біз жақсы кіретін жерді таба аламыз, және де сатушылар мен сатып алушыларды анықтап алғаннан кейін мен дәл жақсы сатушы немесе сатып алушы сияқты мен бір қымбат бағада сатқым келеді, немесе арзан бағада сатып алғым келеді. Және осы жерде мен қанша сатып алушылар мен сатушылардың осы жерде жиналып тұрғанын, және де қалай сатқысы келетінін осы жерден анықтап отырмыз. Сол мысалдардың бірі, мен егерде графикке қарайтын болатын болсам, осы жердегі жаңағы біздің жаңағы разворотқа кірдім деп есептеуге болады. Бірақ мына жерден ең жалпы мен көргенім объемдармен бірге қоса, яғни жаңағы заказдардан байқадым, көптеген сатушылар осы жерде жиналып тұрған. Дәл солай мына жерде тұрған 6024 деген бағадан, яғни жақсы жерден бағадан кірдім. Дәл солай астына келген кезде 6018, яғни дәл осы жерге келгенде сатып алушылар кіргенін байқадым. Осы жерден шықтым. Яғни бұл бір тез скалпингнің, яғни менің стратегиям бойынша тез алып сату. Бұл үшін міндетті түрде жылдап тәжірибе керек. Ал скалпингнің негізгі жұмысы, яғни тез сатып алып, сатып шығу. Өйткені базар тек қана астыға қарай құлай бермейді, немесе үстіге қарай көтеріле бермейді. Ол әрқашан екі түрлі баланс, яғни өзінің қай жерде дұрыс үлкен заказдар немесе ақша тұрса, тура сол жерге барып отырады. Яғни мынау осы жерде маған дұрыс кіретін точкамды көрсетеді. Басқаша мына жерде свечамен де кіруге болатын еді. Сонымен бірге міндетті түрде осы жердегі сіздің стратегияңызға бағыт, кіретін точка және шығатын дүние сізге міндетті түрде айқын, анық болу керек. Яғни мына жерге келген кезде әрі де құлай ма, құлауы мүмкін, бірақ та маған шық деген сигнал келді, сол үшін шықтым. Яғни тек қана робот сияқты жұмыс жасадым деп мына жерде есептеуге болады. Сол үшін дәл осындай трейдтен күнде менде 5-6, 7 сондай бірнеше трейд жасалады. Яғни маған сағаттап күтуі мүмкін. Кейде кейбір маркеттерде менде трендке байланысты стратегияларым бар. Ол әрбір уақытқа байланысты болады, және базардың состояниесі. Қазір мысалы сағат Америка уақыты 12-ден кейін мен желательно осындай бір скалпингте отырамын.